Баршаңызға сәлем достар. Бұл видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз, сол кезде сіздің парақшаңыздан жоғалып кетпейтін боламын. Бұл видеода мен сіздерге Present Continuous тақырыбын түсіндіремін. Жалпы Present Continuous дегеніміз қазақша созылыңқы осы шақ деп аударылады. Present Continuous дәл осы уақытта орындалып жатқан іс-әрекеттерді айтқанда қолданылады. Ал енді мысал келтіріп көрейік. I'm writing, мен жазып отырмын деп аударылады. Ал енді жасалу жолдарына тоқталайық. Болымды сөйлем, subject, яғни зат есім қосылған, am, is, қосылған verb, яғни етістік, оған қосылған ing жалғауы. Дәл осы болымды сөйлемге мысал келтіріп көрейік. Мына кестеге назар аударайық. I'm playing, мен ойнап жатырмын. We are playing, біз ойнап жатырмыз. You are playing, сен ойнап жатырсың. You are playing, сіздер ойнап жатырсыздар. He, she, it, яғни ол деген сөз. Is playing, ол ойнап жатыр. They are playing, олар ойнап жатыр деп аударылады. Біз бұл жерден байқайтынымыз am, are және is'дің қолданылуын байқасақ болады. Келесі сұраулы сөйлем. Am, are, is зат есімнің алдына шығып кетеді. Содан соң subject, яғни зат есім, оған қосылған етістік, етістікке ing жалғауын жалғаймыз. Және соңына сұрақ белгісін қоюды ұмытпаймыз. Ал енді мына кестеге назар аударайық. Am I playing, мен ойнап жатырмын ба? Are we playing, біз ойнап жатырмыз ба? Are you playing, сіз немесе сіздер ойнап жатырсыздар ма? Is he, she, it playing, ол ойнап жатыр ма? Are they playing, олар ойнап жатыр ма деп аударылады. Келесі болымсыз сөйлемге тоқталайық. Subject қосылған am, are, is, болымсыз сөйлем болғандықтан not қосылады. Содан соң verb, яғни етістік, етістікке ing жалғауын жалғаймыз. Ал енді мысал құрастырып көрейік. Ол үшін келесі кестеге назар аударамыз. I'm not playing, мен ойнап жатқан жоқпын. We aren't playing, біз ойнап жатқан жоқпыз. You aren't playing, сен ойнап жатқан жоқсың. He, she, it isn't playing, ол ойнап жатқан жоқ. They are not playing, олар ойнап жатқан жоқ деп аударылады. I am not толық нұсқасы, I'm not қысқартылған нұсқасы. Are not ұзақ нұсқасы, aren't қысқартылған нұсқасы. Is not толық нұсқасы, isn't қысқартылған нұсқасы. Бұлардың барлығы бір мағынаны білдіреді. Осымен бүгінгі видео сабақ аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар менің Instagram парақшама жазылуды ұмытпаңыздар.